Менімен бұндай болады деп ешқашан ойлаған емеспін. 21 жасымда бұндайдан өту менің ойымша реально подвиг. Тем более сен жалғыз тұратын, әлі өмірді прям жақсы білмейтін жас қыз болсан. Бұл жер сілкінісі болғанын түсінгеннен кейін бірден Google-да аштым да не жасау керек екенін қарай бастадым. Ең алдымен қалың киімдерімді кидім, одан кейін документімді іздей бастадым. Документтен кейін қолыма түскен тәтті-мәттімді алдым да сыртқа қарай именно лестницамен түстім. Мен 11-ші этажда тұрғандықтан әрине мен үшін бұл прям қорқынышты зат болды. Өйткені мен оны қатты сездім. Тіпті менің телевизорым құлап қала жаздады. Кетер алдында оны міндетті түрде жастыққа қойып кеттім. Далаға шықсам адамдар өте көп. Барлығының көзінде түсініксіз әйтеуір бір нәрсе. Нәтижесінде адамдармен бірге елде не көргенімді жасап жүрдім. Әрине, жақындарыма рахмет, әр секунд сайын звондап, жазып, тіпті Нью-Йорктағы подругам жазып, бәрі іздеп жағдайымды біле бастады. Осындай моментте кімнің дос, кімнің өте күшті дос екенін білесің. Ең басты айтатын зат ол әрине мынау чек-листті всегда біліп жүру, сақтық шараларын білу, міндетті түрде бұндай ситуацияларда қалай әрекет жасау керек екенін білу. Солай.